Барлығына сәлем, сіздермен бірге BNKZ арнасы. Сіз созылмалы кәмпиттердің құрамында шошқа майы бар екен естіп пе едіңіз? Және әлемге әйгілі кетчуп соусының құрамында мүлдем қызанақ болмайтынын білетін бе едіңіз? Бүгінгі видеода дәл сол сияқты қызықты ақпараттарды айтатын боламыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Сіздердің көпшілігіңіз банандарды жақсы көретіндеріңізге сенімдімін. Бірақ белгілі болғандай, бананға әуесқойлар тек адамдар ғана емес, сонымен қатар масаларды. Олар банандарды жақсы көреді және олардың иісіне қарай ағылады. Барлығы 7-Up сусын кем дегенде бір рет қолданып көрді. Көптеген басқа газдалған сусындар сияқты, ол көп жылдар бұрын пайда болды. Және бастапқыда ағылшын тілінде оның атауы литиге бай лимон лайм сода деп аталды. Бұл адамдардың есте сақтауына қиын болды. Кейіннен жаңа атау ойлап тапқан және 7-Up деп атады. Қызанақ бүгінде көптеген пайдалы қасиеті бар керемет сау өнім. Бұл барлығына белгілі. Бірақ көптеген ғасырлар бойы еуропалықтар қызанақты жеуге жарамсыз және тіпті улы деп санады. Арадан уақыт өтіп адамдар қызанақты жей бастады және олардың көмегімен көптеген дәмді тағамдар дайындады. Кетчуп әлемдегі ең танымал соус түрі. Сіз оны қызанақтан жасалды деп ойлауыңыз мүмкін. Иә, қызанақтардан жасалынатын кетчуптар да бар. Әдетте ондай кетчуптар қымбатырақ болып табылады. Кетчуптардың көбісінде мүлдем қызанақ болмайды. Олар қойландырғыш пен хош иістендіргіштерді, бояғыштарды және басқа қоспалары бар алма тұздығымен дайындалады. Оны кетчуп құрамынан оқып көруіңізге болады. Сіздердің көпшілігіңіз бала кезіңізде созылмалы кәмпиттерді жеген боларсыз. Олар түрлі түсті, дәмді. Бірақ сіз бұның неден жасалғанын білесіз бе? Зиянсыз қант шәрбетінен басқа құрамында желатин бар. Бірақ желатин ағашта өспейді. Дәмсіз сарғыш зат шошқа мен сиырдың шеміршегі мен сүйектерінің терісін ұзақ қайнату арқасында алынады. Яғни шын мәнінде ет өндірісінің қалдықтарынан қайнатады және алынады. Егер араларыңызда вегетариандар болса, сіз сонда да шайнайтын тәттілерді жегіңіз келеді. Сіз уайымдамаңыз, арнайы сіз үшін балдырлардан алынған желатиннен кәмпиттер жасайды. Бірақ мәселе желатинді алуда. Жануарлардан алу әлде қайда арзан. Сондықтан негізінен барлық созылма кәмпиттер осылай жасалынады. Біз көпшілігіміз тауық етін жейміз. Адамдар жүздеген жылдар бойы тауық етін жеп келеді. Бірақ 50 жыл бұрын тауықтарға қарасаңыз, соңғы 10 жылда бұл құстардың кеуделері мен жамбастары үлкейгенін байқасаңыз болады. 20-шы ғасырдың тауықтары әлде қайда арық болды. Көптеген адамдар тауықтардың жеп алатын гормондары олардың қарқынды өсуіне себепші деп санайды. Өндірушілер әрине мұны жоққа шығарып, соңғы жарты ғасырда құстарды ұстау және азықтандыру жағдайлары айтарлықтай жақсарғанын айтуда. Дүкендерде сатылатын кәдімгі бөтелкедегі ауыз су біз үшін бұрыннан қалыпты жағдайға айналды. Әлемнің әртүрлі елдерінде су өндірушілердің үлкен саны бар екеніне қарамастан, сіз әртүрлі компаниялардың суының бірдей дәмін ешқашан таба алмайсыз. Бұл саусақ ізі сияқты нәрсе. Әр өндірушінің суының химиялық құрамы сәл өзгеше және нәтижесінде дәмі басқаша. Хризантема бұл көптеген реңктері бар гүлдер. Көптеген елдер хризантема гүлдерін өсіреді. Ал Қытайда және Жапонияда хризантеманы өсіріп қана қоймай, көкөніс ретінде де жейді. Өздеріңіз білетіндей, нағыз табиғи балдың жарамдылық мерзімі жоқ. Мысалы, 1922 жылы Тутанхамонның қабірі ашылған кезде 3000 жылдан бері сақталған бал құйылған құмыра табылды. Химиялық талдаудың арқасында ғалымдар бұл балды жеуге болады деп мойындады. Әрине, бұл тек табиғи балдарға қатысты. Дегенмен дүкендерде жалған өнімдерді жиі табуға болады. Пицца бүкіл әлемдегі ең атақты тағамдардың бірі, және сіз оның қалай пайда болғанын білесіз бе? Оны итальяндық кедей шаруа ойлап тапты. Ол жай ғана қамырға томат соусын жағып, оны ірімшікпен жауып пешке пісірді. Бүгінгі таңда Нью-Йорк мейрамханаларының бірінде шамамен $3000 пицца жасайды және өлшемі бойынша бұл стандартты пицца. Жаңа қоспалар, трюфельдер, қара уылдырық, көк ірімшік және ең бастысы, аспаз мұндай рецепт туралы ойлаған кезде мұның бәрін жеуге жарамды алтын қабатымен жасаған. Неліктен біз ауырып, мұрнымыз бітеліп қалғанда тамақтың дәмін сезбейміз деп ойлап көрдіңіз бе? Тағамның дәмін аузымызбен ондағы рецептлердің арқасында сезетін сияқтымыз. Шын мәнінде дәм сезу үшін біздің иіс сезу органымызда үлкен рөл атқарады. Біз жай ғана жейміз, мүлдем басқа өнімдердің дәмін ажырата алмауымыз мүмкін. Картоп, пияз немесе алма олардың дәмі бірдей болып сезілуі мүмкін. Достар, осымен видео аяғына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.